Ассалаумағалейкум молдеке. Қош келдіңіз, кіріңіз, төрлетіңіз. Уағалейкумассалам. Қош көрдік. Рахмет. Жоғары шығып, дастарханға жайғаса беріңіз. Келіңізге рахмет. Алла қабыл етсін. Әмин, әмин. Өй, мына жерге қойған ақшаларым қайда? Әй, терезенің алдындағы 100 000 теңгемді кім көрді? Мен түспедім. Мен емес. Үйдегілер алмаса. Молда? Астағфирулла. Жоқ. Молда алуы мүмкін емес. Әйелің алмаса, балаң алмаса, үйде жоқ болсын. Құдай-ау, жер жұтып кетті ме енді бұл ақшаларды? Әлде молда алуы мүмкін бе? Әй, жоқ, молда ондайға бара қоймас. Қорлық түбі қорлық. Қорлық жасау күнә деп. Молданың өзі айтты емес бұл ағызында. Айтып тұр, өзі ұғыламайды шығар енді. Басқа, бірақ молда бұған бара қоймас. Молда періште емес қой. Ол да біз секілді етпен сүйектен жаралған пенде ғой. Молдадан басқа ешкім алмаған сол ақша. Қалайша Алладан қорықпайды, я? Сөзі басқа, өзі басқа. Қалай ғана ұрлыққа қолы барды екен. Жұрт молда ғой деп сеніп жүрсе, ал бұл молданың істеп жүргенін қара. Күнәһардың өзі екен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Аллаға шүкір, мұсылманбыз ғой. Мұсылманға уағалейкум емес, уағалейкумассалам деп амандасады. Молдеке, мұсылманбыз дейміз. Мұсылман ұрлық жасай ма, айтыңызшы осыны? Ұрлық жасау күнә. Мұсылманға ұрлық жасау жараспайды. Солай деңіз. Молдеке, ашығын айтайыншы. Айта ғой. 1 жыл бұрын өзіңіз үйге келіп кеткеннен кейін терезенің алдына қоя салған 100 000 теңгем жоғалып кетті. Сол 100 000 теңге 1 жыл бойы жаман күмәнді ойларға итермелеп, мазамды қашырып, тыныштығымды бұзып кетті. Қысқасы, сол 100 000 теңгемді көрмедіңіз бе? Көрдім. Бәсе. Өзім де солай ойлап едім. Қайда енді сол 100 000 теңгем? Сол күні сен бөлмеден шығып кеткенде терезеден жел соғып, ақшалар жерге шашылды. Мен де ақшалар жинап Құранның 1-ші бетіне сала салдым. Солай ма? Сонда не? Сен 1 жыл бойы дүниені уайымдап, мазаң қашып, тыныштығың бұзылғанда, ақыретіңді уайымдап Құранның бетін ашпағансың ба? Иман келтіргендер, күмәннің көбінен сақтаныңдар. Өйткені күмәннің кейбірі күнә. Құран кәрім.